Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай кітапхана қорындағы тәуелсіздікке арналған кітаптарға библиографиялық шолуды ұсынады. Бердіғожин Лесқали Базарғалиұлы, Исатай Махамбет, Азаттық күрес сардарлары, Алматы өлке баспасынан 2011 жылы басылып шыққан, 208 беттен тұрады. Монографияда 1836-1838 жылдардағы қазақ халқының Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы басқарған азаттық қозғалысы тарихының тарихнамасы және деректанулық мәселелері баяндалған. Ұлттық төл тарихымызды қалыптастыру негізіндегі теориялық методологиялық ұстанымдар бойынша Исатай мен Махамбеттің тарихи болмысы, олардың жауынгер серіктері, мұрағат құжаттары арқылы көрсетілген. Бай құжаттар және осы проблема бойынша жарияланған соны ізденістер негізінде Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналып жазылған монографиялық зерттеу магистранттарға, студенттерге және орта мектеп пен колледж оқушыларына, өлке тарихына қызығатын барша оқырмандарға арналған. Болатбек Төлепберген «Ұлттық идея, тәуелсіздік тұғыры» Алматы Интербес Компани баспа үйінен 2016 жылы басылып шыққан, 240 беттен тұрады. Қазақстан Республикасы Президенті сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республика мәдениет қайраткері, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының иегері, философия ғылымдарының кандидаты Болатбек Төлепбергеннің бұл еңбегінде қазақтың ұлттық идеясының қалыптасуы мен дамуы ел тәуелсіздігінің тұғыры әрі алғышарттарының бірі ретінде қарастырылған. Тәуелсіздік және ұлттық идея аталатын бірінші бөлімде қазақтың ұлттық идеясы ғылыми танымдық тұрғыдан талданған. Қазақ ұлттық идеясының тарихи-рухани қалыптасуы мен оның мазмұны болмыстық, рухани, этикалық, құндылық және әлеуметтік қарынын зерттеледі. Ал тәуелсіздік баяны аталатын екінші бөлімде автор тәуелсіздік алған жылдардан бергі уақыттағы қоғамдық саяси құбылыстарды публицистік тілмен саралайды. Аталған кітап ел тәуелсіздігінің тұғыры, қазақтың ұлттық идеясы қызықтыратын жалпы оқырман қауымға, жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттар мен докторанттарға, профессор оқытушылық құрамына арналған. Кітап Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналып шығарылып отыр.